Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі информатика сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы 9 сынып 3 бөлім бойынша деректер базасы деп аталады. Бүгінгі сабақтан сіздің білетініңіз деректер базасы, жазба, өріс терминдері және деректер базасының біздің өмірімізде алар орны. Сабағымызды бастамас бұрын бейнероликке назар аударамыз. Дерекқор туралы түсінік. Дерекқор деректер жиынтығы. Бұл өте қарапайым болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл әр дерекқордың қандай екендігі туралы қорытындылап өтеді. Дерекқор атаулар тізімі қамтылған мәтін файлы секілді қарапайым болуы мүмкін, немесе үлкен байланысты дерекқорды басқару, деректерді сақтау үшін көмектесетін бекітілген құралдармен толтырылған күрделі жүйе болуы да мүмкін. Танымал дерекқорды басқару жүйелерінің тізімі: Microsoft Access, FileMaker, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle. Қарапайым мәтін файлының мысалына көз жүгіртейік. Мәтін файлы бар және мазмұны осыған ұқсас деп елестетіңіздер. Бұл ақпаратты электрондық хатты біздің тізімдегі барлық адамға жіберу сияқты әрекеттерді орындау үшін пайдалана аламыз. Мұны біз жасай аламыз. Өйткені тізімді құрастырған әдіске байланысты біз әр қатардың әртүрлі тұлғаны қамтитындығын және сол қатардағы ақпараттың сол тұлғаға қатысты екендігін білеміз. Сонымен қатар, әр қатардағы элементтер үтірлер арқылы бөлінеді. Сондықтан, ерік тармағының жанындағы электрондық пошта мекен-жайы соның электрондық пошта мекен-жайы екенін білеміз. Сондай-ақ әр қатарды жазба деп атай аламыз. Сондықтан қазір біздің дерекқорда 4 жазба бар. Осындай кішкентай тізіммен мәтін файлы біздің мақсаттар үшін жақсы қызмет ете алады. Басқа тармақ оны электрондық кестеге электрондық кесте бағдарламасы, мысалы Microsoft Excel арқылы сақтауға болады. Осылайша біз тізіммен, мысалы оны пішімдеу немесе аты тегі тағы басқа арқылы сұрыптау қосымша әрекеттер істей аламыз. Excel сияқты электрондық кесте бағдарламасы осы тапсырмаларды сәйкесінше оңайлатады. Сонымен қатар, Excel секілді деректеріңізді түсіну оңай болу үшін деректерді қатарлар мен бағандарға реттейді. Осыған ұқсас. Microsoft Access сияқты дерекқор үшін арнайы бағдарламалық жабдықтаманы пайдаланып, дерекқор кестесінде мәліметтерді сақтау тиімді нұсқа болып табылады. Оқушылар, ары қарай жалғастырамыз. Ақпараттың үлкен көлемін сақтау және өңдеу үшін деректер базасы пайдаланылады. Қазіргі кезде деректер базасы мен оны басқару жүйесі терминдері компьютерде тікелей қолданылады. Белгілі бір пішінге тіркелген, өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға болатын ақпаратты деректер деп атаймыз. Деректер базасы белгілі бір қасиеттері бойынша жинақталған үлкен көлемді ақпарат жиынтығы. Төменде деректер базасының түрлері. Деректер базасына мысалдар келтірейік. Атап айтатын болсақ, кітапхана каталогтері, телефон анықтамасы, банк салымшыларының тізімі, жұмыс орнындағы кадрлар тізімі, заң актілері, емханадағы емделушілер тізімі және жазба блокноттар. Бұл жерде оқушылар деректер базасына мысалдар. Сақталған деректердің түрі бойынша фактографиялық және құжаттық болып бөлінеді. Деректерді сақтау түрі бойынша орталықтандырылған, таратылған болып бөлінеді. Деректерді ұйымдастыру түрі бойынша реляциялық, кестелік, иерархиялық және желілік деп бөлінеді. Төмендегі кестеге назар аударамыз. Деректерді ұйымдастыру түрі бойынша реляциялық және реляциялық емес деп екіге бөлінеді екен. Реляциялық, кестелік, бір кестелі немесе бір-бірімен байланысқан көп кестеден тұратын деректер базасы. Ал реляциялық емес, иерархиялық, желілік болып бөлінеді екен. Иерархиялық бірінші элементі басты болып саналады. Қалғандары оған бағынышты деректер базасы. Ал желілік әрқайсысы бір-бірімен байланысқан түйіндер жиынтығынан тұратын деректер базасы. Бұл жерде деректер базасының түрлері. Ары қарай
кестелік, иерархиялық, желілік деректер қорына жеке тоқталып өтейік. Оқушылар, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай реляциялық кестелік деректер қоры кестемен берілген. Келесі деректер қоры иерархиялық және желілік. Иерархиялық деректер қоры, мысалы, тауарлар негізгі болып саналады. Тауарлардың түрлері бидай ұны, тағамдары, сүт өнімдері, бұлар бағынышты болып есептеледі. Желілік деректер қоры бұл иерархиялық деректер қорына ұқсас болып келеді. Айырмашылығы негізгі элемент болмайды. Нысандар бір-бірімен өзара байланыса береді. Деректер базасының басқару теориясы дербес пән ретінде 20 ғасырдың 50 жылдары дами бастады. Осы уақыт аралығында деректер қорының өзіндік ұғымдар жүйесі қалыптасты. Мысалы, нысан мағлұматтары деректер базасында сақталатын ақпараттық жүйенің элементі, ал атрибут бір нәрсенің ерекше белгісі, тұрақты қасиеті, заттың ажырамас бөлшегі. Атрибут деректердің басты элементі болып табылады. Бұл жерде кестелік деректер базасы. Өріс белгілі қасиеті бар кестенің бағаны, ал жазба деректер базасының өрісінде орналасқан белгілі қасиеті жазылған кестенің жолы. Кілттік өріс кестедегі жазбаны бірегей түрде анықтайтын өріс. Кілттік өрісте көбінесе нөмір, тарау, тауар коды және тағы басқа есептегіш өрістер орналасады. Ең алғаш деректер базасы ұғымы жаңадан қалыптасқан кезде онда тек деректер сақталатын. Бірақ қазіргі кездегі көптеген деректер қорын басқару жүйелері өздерінің құрылымдарына тек деректерді сақтап қана қоймай, сонымен қатар деректер қорының тұтынушымен және басқа да ақпараттық программалық кешендермен қарым-қатынас жасау мәселелерін де қамтиды. Деректер базасы көптеген ақпараттық жүйелердің негізі болып табылады. Оларда жинақталған ақпараттар өте құнды материалдар құрамына жатады. Қазіргі кезде деректерді өңдеудің жалпылама және әртүрлі қосымша тәсілдермен байланысты болатын өңдеу әдістері кеңінен даму үстінде. Бұл тұжырымдамада деректер базасы ақпараттар қоймасы ретінде қатысады және бұл бағыт деректер қоймасы деп аталады. Деректер базасы бүгінгі таңда өте танымал ұғым болып отырғандығы белгілі. Сонымен бірге ғылым, денсаулық сақтау, банк және өндіріс кәсіпорындарында деректер базасын пайдаланатын ақпараттық жүйелер қарқынды түрде дамуда. Кестелік деректер базасын құру ережелері. Кестелерде деректер базасын жасаудың өз ережесі бар екен. Жолдардың, бағандардың, тақырыптарының атауларын, нөмірі, тегі, аты, мекен-жайы, телефонның нөмірі орналастыру, баған тақырыптарын пішімдеу, тақырып атауы, мәтін түсін, қарпін қою және тағы басқа. Деректер базасының тақырыбы мен жазбаларының арасында бос жол болмауы тиіс. Және деректер базасының жазбалары арасында бос қатарлар болмауы тиіс. Деректер базасының бағанындағы ұяшыққа тек бір типті деректер енгізіледі. Барлық деректер базасының жазбалары бір жұмыс парағында болады. Оқушылар, бүгінгі таңда деректер базасын өңдеуге арналған программалық жабдықтамалар өте көп. Олардың қолдануына қарай жеке қолданушыға және көп қолданушыға арналған түрлері бар. Жеке қолданушыға арналған деректер базасын жасақтаушы программалық жабдықтамаларға мына көрсетілген бағдарламалар және тағы басқа жатады. Оқушылар, бүгінгі сабақты мұқият тыңдаған боларсыздар. Алған мағлұматтар бойынша экранды тоқтатып, мына тапсырмаларға тез жауап берейік. Жарайсыңдар балалар, олай болса, өз жауаптарыңды сәйкестендіріңдер. Келесі тапсырма деректер қорының қай түрі берілген және оның негізгі нысандарын атаңыз. Экранды тоқтатып, тапсырманы орындаңыз. Жарайсыңдар балалар, олай болса, өз жауаптарыңды сәйкестендіріңдер.
Ал оқушылар, бүгінгі сабақта біз деректер базасы ұғымын және түрлерін меңгердік. Келесі кездескенше сау болыңдар.